Ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап жаңа формат бойынша ұсынылып отырған атаулы әлеуметтік көмек халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталып отыр. Бүгінде айтулы көмек бойынша алғашқы төлемдер жасалып, көп бала аналарымыздың қуанышы еселене түскендей. 5 баланың анасы Айдана Сыздықова. 2019 жылы басы жаңа мәліметтер шыға бастаған соң қыздар звондап сонда отыратын. Маған 21 мыңнан сізге соған іліктіңіз, осы декабрьді тапсырған документтеріңіз бойынша сомен тапсырамыз деп. Соны хабарлама сол кісілер айтты. Соны естігенде өте қуандық. Қуанышымызда шек болған жоқ. Енді ол 21 мыңнан бірінші төлемді сәуірдің 25 күні алдық. Ең бірінші жәрдемақымызды. Айдана Сыздықова бала күтімінде үйде отыр. Соған қарамастан бүгінде кейіпкеріміз Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы тарапынан ұсынылып отырған бастау жобасының қатысушысы. 5 баланың анасы оқу барысы аяқталған соң әлеуметтік бағыттағы өз кәсібін дамытуды жоспарлайтын көрінеді. Сонымен бірге жас отбасыға жергілікті тұрғын үй қорының баспанада бөлінген көрінеді. Бізге хабарласып шақырды осылай әкім. Сөйтіп шақырып, осылай жолдасының тарап жағынан жұмысынан очередьқа тұрып қойғанбыз. Содан берілді 7:52-ден. Сол 4-ші этаж, 2 бөлмелі. Пока сондай возможно, онда 1 бөлмелі, 2 бөлмелі екен основной. Соған да ризамыз, рахмет үлкен. Кейіпкер ең алғаш рет атаулы әлеуметтік көмекке ие болғанда қуанышты болғанын жасырмауда. Осы ретте әлеуметтік сала мамандарына өз ризашылық сезімдерін жеткізуде. Сондай қуанышты болдық. Ең бірінші алған кезде балаларына киімдерін, керек жарақтарын, ең бірінші рас айтсам алған кезде балаларымды осы тамаққа апардым. Қуана осы 5 баламды тамаққа апардым. Сол жерінде үлкен бізге көмек болды. Сол жөнінде әлеуметтік нелерге үлкен рахмет. Осылай заңдар шығарып, осылай көпбалалы аналарға осылай мүмкіншілік беріп, каждый 5 баламыз 21 мыңнан тиіп, алғысым шексіз. Айта кеткен жөн, халықты әлеуметтік қамсыздандыру мақсатында енгізілген атаулы әлеуметтік көмек биылғы жылдың сәуір айынан бастап жаңа форматта беріле бастады. Енгізілген өзгерістерге сай көпбалалы отбасы жанұядағы әрбір жанға 21 мың теңге көлемінде көмек алуына болады. Бұл орайда қосымша ақпарат үшін жұмыспен қамту орталығының мамандарының көмегіне жүгінуге болады.